Спорт бар атауымен букмекерлік кеңсе атын жамылған заңсыз ойын бизнесі қызметін агенттіктің Абай облысы бойынша департаменті облыстық прокуратураның үйлестіруімен тоқтатты. Стоп ойын шарасы аясында облыстық полиция департаментінің Арлан арнайы жасағымен бірлесіп, Семей қаласында екі мекен-жай бойынша банкноттарды қабылдайтын және қолма-қол ақшалай ұтыс беретін терминалдар, компьютерлер, ақша және тағы басқа заттай айғақтар тәркіленіп алынды. Бір топ тұлғалардың алдын ала келісіммен заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қылмыстық процесті кодекстің 201 бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілуге жатпайды. Айта кету керек, ойын бизнесі туралы заңына сәйкес бәс тігуді немесе жүлде беруді қолма-қол ақшамен іске асыратын букмекерлік кеңселер мен лотереялардың кассалары тек қана Алматы облысының Қапшағай су қоймасы жағалауында және Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағында орналастырылуы тиіс. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды патологиялық құмар ойындарға тәуелділіктен, лудоманиядан қорғау жұмысын жалғастыратын болады.